сәлем, қалайсыздар? Менде кез келген адамды 21 күнде ағзаны толық жаңартып, сол күйінде сақтап отыруға болатын емдік схема бар. Және де 21 күн бойы сіз ағзаны жаңарта отырып, плюс-минус 10 килограммға дейін арықтап кетесіз. Сол үшін де үйден шықпай-ақ бүкіл отбасыңызбен қоса отырып, ешқандай қажетсіз дәрілерді қолданбай-ақ, зияны бар дәрілерді бей-берекет ішудің де қажеті болмай қалады. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде менің емдік схемам арқылы Кәмшат ханым өзінде холецистит, панкреатит, ұйқысыздық, анемиясы болды, еще гормондағы бұзылыстар, гипотиреоз, яғни қалқанша безінің бұзылысымен келген болатын пациентім өт қою тобына тіркеліп, қазіргі таңда өзінің рахметін айтып жатыр. Және де бұл кісі диетасыз отырып, өттің жұмысын жақсартып, бір аптаның өзінде 3-4 килограммға дейін салмақтан арылып отыр. Әлі бұл толық лечение бітпей жатқандағы кезі. Ең қызығы, ол кісінің бетінде жаңа комедондар болған, жировиктер болған, сол кетіп, қазір уже почти кетті деп жазған. Мына жерде 30 минутта оқысаңыздар болады. Главный салмағым түсіп, бетінің тазарып жатқанына қатты қуанамын, рахмет сізге деп 30 жазған болатын. Бұл яғни өтпен жұмыс жасаудың, бауырдың детокс фазасын дұрыстау арқылы, организмді тұтастай емдеу арқылы пациентіміз осындай нәтижеге жетіп отыр. Небәрі 28-де қарасаңыздар, 28-де небәрі басының айналуы бар, сол жағы ауырады, оң жағы ауырады, үшін бүкіл ағзасын комплекс түрде лечение жасап, осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Видеоның соңына дейін қарасаңыз, сіз өт пен бауырдың қызметін, ұйқы безінің қызметін, асқазан ішек жолдарының физиологиясын, біз тамақты қалай қорытамыз, олар қалай жұмыс жасайды, олар қайда барады, не үшін біз дәрілерді дұрыс пайдалануымыз керек, және ағза тазарса, оның қандай пайдасы бар, және тазармаса оның салдары қандай түсінетін боласыздар. Негізі жалпы өт тазалау, ағза тазалаумен мен 2020 жылдан бері жұмыс жасаймын. Яғни бұған келуімнің негізгі себебі өз денсаулығыма байланысты. Яғни менде осы өтпен проблема болғандықтан осы саланы толық зерттеп, өзім нәтиже көріп, сол нәтижені басқа пациенттермен көріп жатқаннан кейін толық қазір қолға алып, сіздерге де осы нәтижені жеткізуге, Алла қаласа, осындай курс басталып жатыр. Бұл жерде мен 2020 жыл тұрмысқа шыққаннан кейін бірінші жүктілігімде өтпен проблема басталды. Яғни 26-27 аптасына басталған кезде уже менде денемнің қышынуы, түнгі уақытта әсіресе қолымның, денем бүкіл жері қышынып, даже бар ғой, мен анализ тапсырған негізі 25 аптасында, помните, тапсырады қабат кезде. Сондай кезде тапсырған кезіме менде билирубин жоғары шыққан, бірақ дәрігерлер жамандағанымыз, но білмеген ғой, сол билирубин жоғары екен ше. Келесі 30 аптада бар тапсырған кезімде мен мочамды өзім тексеріп қараймын да, қолыма шығып, сол кезде билирубин мочадан шығып кетеді. Потому что мен үйде зәрімнің себеті өзгергенін байқап, содан бастап уже зерттей бастадым. Не үшін бұндай болып жатыр? Барған кезінде гепатит деп қойылды, неше түрлі диагноздар қойылды. Қорытындысына келген кезде мені болды, екінші жүктілік саған болмайды көтеруге, тағы да осындай проблемамен болады, балаң бүйтіп туылады дегенмен мен зерттей бастадым. Полный нутрициологияға келдім, оқыдым ол саланы, превентежді оқыдым. Сол арқылы өттің маңызын біліп, өзімге полный организмді очистка жасап, қалыпқа келтіріп, соның нәтижесінде Аллаға шүкір екінші баламды көтеріп, сенесіздер ме, ода вообще менде бар ғой, қышынуда болған жоқ, даже изжогада болған жоқ. Екіқабат әйелдер біледі. 30 аптаға келгенде қатты изжога болса, баланың шашы өсіп жатыр, ештеңе алмайды, басылады деп айтады. Никогда ондай емес негізі. Ол ішкі құрылысыңыз токсин шлакқа толғаннан кейін, өтте проблема болғаннан кейін сізге изжога беріп жатыр. Потому что ішіңіз өскен кезде өт жолдары қысылады да, өтіңіз одан сайын дұрыс ақпайды. Түпкі себеп сода жатыр. Содан мен Аллаға шүкір екінші баламды аман есен босандым. Ол дефицитсіз, ешқандай сарғаюсыз, жақсы өткеннен кейін неге басқа адамдарға, осындай қиналып жүрген адамдарға көмектеспеске деп, осы өт орталығы қазіргі таңда Шымкент қаласында ашылып, және онлайн басқа қаладан келе алмайтын пациенттерім болғандықтан осы жоба пайда болды. Негізгі себебі өзімнің денсаулығым. Сондықтан да бұл жайдан жай аспаннан алып келе салған жоба емес. Соны түсініңіздер. Бұл жерде емдік схемаға мен өзімнің қазір таңда оқып жатқан превентеж, Россиядан білім алғаным, наставничестволарым, нутрициологиям барлығы комплекс түрде
қосылған емдік схема. Сол қазір таңда Россияны білесіздер, олар бізден қанша дамып кеткен. Ол жерде статистика қарасаңыздар да табиғи жолмен емделіп аурулар саны азаюда. Ал бізде керісінше өтпен проблемасы, бауырмен проблемасы, гормондар бұзылып, даже кішкентай балалардың өзіне осындай проблемалар күрт санап өсуде. Сондықтан мен осы жобаны қолға алдым. Бұл емдік схема арқылы сіз ауызға шыдан келуден, асқазан қышқылын реттейміз, жүрек айну, жиі запыран құсудан құтыласыз. Артық салмақ тез кетеді, себебі май қышқылы организмге аққан кезде толық ағатын болса, майды ертіп артық салмағыңызда болмайды. Ал керісінше артық салмағы қоса алмай жүрген арық пациенттердің өзіне өт қышқылының маңызы өте зор. Себебі организм дұрыс паразиттерден арыласыз. Өт ағып отыратын болса, токсиндер шыққан кезде уже белок организмге барады, бұлшықеттерге дұрыс қоректік заттар барады. Және оң жақ, сол жақ қабырғасының ауырсынуы болмайды. Қолтық пен ауыздан шыққан иіс кетеді. Аллергия, бөртпелер, себепсіз жара болса, қышыну болса жоқ болады бұл жобада. Кез келген аурулар, тері ауру, дерматит, псориаз болса, беттегі неше түрлі дақтар болатын болса, және токсикоздан қиналып жүрген болсаңыз, жүктілікке дейін міндетті түрде бұл жоба сізге керек. Давлениясы көтерілетін болса, сол пациенттердің давлениясы реттеледі, іш қату кетеді, паразит құрттар түсетін болады, анемия, беттегі қара дақтардың кетуіне септігін тигізеді. Бұл жерде фотосын көріп тұрсаңыздар, бұл жерде ЖКТ-ның жұмысы, себебі біз ауыз арқылы тамақ түседі, біз тіс арқылы оны шайнаймыз, ауыздың сөл арқылы полный ол толықтай еріп асқазан жолына түседі. Асқазанда бізде шышты қабаттан асқазанның кислотнысы бөлінеді. Сол кислотнысы арқылы біздегі жаман бактерияларымыз, жаман токсиндеріміз барлығы еріп, күйіп, өт қышқылы аққан кезде тамақтың көмірсулар, майларымыз, ақуыздарымыз, бүкіл витаминдеріміз өт қышқылы арқылы сіңіріліп, ішекке түседі. Ішектің бізде осындай микробиоталар болады. Микробиоталар арқылы қанға өтіп, бүкіл қан айналымға қоректік заттар барады. Яғни сіздегі ауыз қуысынан бастап ауыздағы сөлдің бөлінуі, асқазанның кислотнысы, өттің бөлінуі, бауырдағы детокс фазалар, ішектің микробиоталарының сау болуы, бұл тұтастай организмнің жұмысы болып табылады. Яғни сізде асқазаныңыз дұрыс болмаса, ауызбен дұрыс шайнамасаңыз, ішектегі запорыңыз бар болса, бұның барлығы уже өзгеріске алып келеді. Мына жерде менің пациенттің результаты өт тазалаудың даже 2 аптадан кейін осындай результат жіберіп отыр. Қараңызшы деп. Ол кісіде экзема басқан, қолының барлығы, саусақтарында да бар, екінші қолында. После есімін қарап тұрсыздар, кәдімгідей жақсы результаты бар. Яғни сізді осындай жаралар мазалайтын болса, міндетті түрде бұл жоба керек сізге. Бір өттің кесірі 12 мүшеге тиеді. Себебі ол емдік схемада мынандай диагноздарды жойып кетуге болады. Холецит, панкреатит, холестаз, өттің қысылуы болса, диффузный изменение бауырда болса, ұйқы безіңізде изменение, өйстіп осындай жазумен, диагнозбен, заключение УЗИ-да тұрса, міндетті түрде қатысу керек. Әсіресе слаж, өтте құм тұр. Бұл жерде 2-3 аптада ем қабылдамаса, пациент уже құм ол тасқа айналу қаупі өте жоғары. Өттің қоюлануы, әсіресе ЖКБ тас болатын болса, міндетті түрде мен оны қараймын. УЗИ-мен қараймын, КТС-мен қараймын, сонда ғана бұл жобаға келесіз. Тасты да ертуге болады. Сразу барып операцияға асықпау керек. Гастрит болатын болса, кез келген асқазанмен проблема болса, әсіресе бауырда май басулар болса, бұның барлығы осындай диагноздарды жоюға көмектеседі сізге. Және де бұл ауруларды емдеу үшін мен емдік схемамда 3 этапқа бөліп қарастырдым. Бірінші этабында 21 күн бойы сіз бауыр жолдарын, өт, асқазан, ұйқы без, ішек, паразиттер барлығын шығарып, очистка организмі жүреді. Бүкіл ағзаның детоксына, лимфа жүйесі, біздің тері арқылы шығатын детокс фазаларымыздың барлығын іске қосып 21 күнде тазару жасалады. Екінші этабында ағзадағы сіздегі дефициттер, зоб болуыңыз мүмкін, гипотиреоз, гипертиреоз болуы мүмкін, йодтың тапшылығы, ішектің микробиотасын реттеп, анемияңызды жойып, бауырдың май басу процесі, әсіресе іштегі проблемалар, ішектегі запор, немесе іштің өтуі, ішекте воспаленный процесс болған кезде ішектегі проблемалар басталады. Панкреатит болатын болса, бұның барлығына жеке-жеке ем ретінде жазып, емдейтін боламыз. Үшінші этабы уже профилактикалық восстановление. Анемияны емдеуді білесіздер. 3 айға дейін емдік схема жазылады, сондықтан да оның емі ары қарай созылады.
сол дефициттеріңізді, қандай витамин жетіспеушілік жеке әр пациентке жазылады. Себебі біреуде анемия болуы мүмкін, біреуде гормон өзгерістері болуы мүмкін, соған байланысты жазылады бұл жерде. Тазалау курсының нәтижесі пациентіміз қараңыздар, жаңағы өт уже қойылып тұр. После уже бізде перегибі әлі бар, яғни біз ары қарай уже восстановление жасап жатырмыз. Қараңыздар, бұл жерде уже слаж жоқ, яғни құмы еріп, жаңағы өт қышқылдары шықты деген сөз. Яғни құмдары уже шығып, кішкене перегибі әлі бар, онымен жұмыс жасап жатырмыз. Одан кейін бұл үшінші этапта ешқандай дәрі-дәрмексіз ақ жаңағындай емдегіңіз келетін пациенттер болады. Мысалы, 1-2 дәрімен емдегіңіз келетін пациенттер болады. Бұл жерде мысалы урсасан ішіп, алахол ішіп деген сияқты жаңағындай өзгерістер болуы мүмкін. Мысалы, бір пациенттер бар, мен 1-2 дәрі ішіп жақсы көтермеді. Бұл жерде урсасанды айтайын сіздерге, ол өтті ағызуға көмек береді. Бірақ та бізде өттің құрамында урсасаннан маңызды басқа да ферменттер бар да, оның урсасанды бір-ақ рет ішіп, сіз толық лечениемен өттің бәрін шығара алмайсыздар. Алахол ішіп жүретін пациенттер бар, алахол немесе ромашканы ішем дейтін пациенттер. Бұл ромашка для профилактика ішетін заттар айтайын. Для профилактика, яғни сіз саусыз, ештеңе мазаламайды, өтіңіз толық ақ тұр, бауыр изменения жоқ. Сондай кезде ромашканы для профилактика ішсеңіздер болады. Осы бір ғана дәрімен ем болатын болса, мен 7 жыл оқып, әлі превентивті оқып, толық түбін зерттемес едім. Сондықтан бір ғана дәрі ол никогда ем болмайды. Мысалы, біздің орталыққа келеді пациенттер, суының қайнатып суын ішіп жатырмын, или ананы ішіп жатырмын деген сияқты. Ондай нәрселер тиктокта да, ютубта да толып тұр, бірақ бұның түпкі себебін жою керек. Не үшін ондай болып жатыр? Детокс фазаларын дұрыстап, бауырдың өттің қышқылын бөліп, өттің қышқылын бері қарай шығару фазаларын, шектерді тазарту арқылы, осындай комплекс түрде лечение жасау арқылы сіз түпкі себебін жоя аласыз. Сол үшін мен превентивті оқып, әлі де білім алып жатырмын. Яғни пациенттеріме максимум нәтиже болсын деп. Бұл жерде 3 этаптық еммен жасалынады. Егер де ем алғыңыз келетін болса, қазір жаңа потокқа арнайы бонус сабақтармен қосып жатырмын. Бұл жерде до-после, яғни 21 күнде ағзаны жаңартып курсында жеке емдік схема жазып, до-после жасаймыз. Яғни қазіргі УЗИіңізбен 21 күннен кейінгі сіздің УЗИіңізді салыстырып, егер де менің емдік схемамды бірде-бір жасап, менің айтқанымды істеп отыратын болсаңыз, сізде 100% результат болатынына мен гарантия беремін. Егер де менің емдік схеманы бөлек, неше түрлі нәрселер жасап, бірде-бір жасамайтын болсаңыз, маған ренжімеңіздер. Өзіне жауапкершілігі бар пациенттерді мен қабылдаймын. Сондықтан да УЗИіңізбен қарап, сізде қандай проблема болып жатыр, яғни ол емдік схема сізге көмектесетін болса, мен сізге ұсынып осы емдік схеманы осы бағамен ұсынатын боламын. Мына жерде қараңыздар, негізгі тасы барлар тобы 100 000 теңге, өт қою тобы 60 000 теңге, VIP тобы 160 000 теңге. VIP тобына мен пациенттер таңдап аламын. 2-ақ пациент аламын бұл жерде. Егер сіз менің бақылауыммен толық чекап өтіп, полный ағзаңызды восстановление жасайтын дейтін болсаңыз, онда VIP тобына жазыласыздар. Бірақ бүгін пациенттеріме жеңілдікпен тасы бар тобы 50 000 теңге, тасы қою тобы 30 000 теңге, VIP тобына 80 000 теңге жазыла аласыз. Және де алғашқы болып жазылғандарға менің антипаразитарный курсында сыйлық ретінде беремін. Ол жерде паразиттермен бұл жердегі емдік схемаға сіз не только өзіңіз, отбасыңызды да, яғни балаңызды, кішкентай жастағы балаңызға дейін емдік схеманы жасауға мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан ол тек қана бір адамға емес, сіздің басқа да отбасыңызға көмек ретінде бұл ұсынылады. Және сұрақтарыңыз болса, жекеге қойсаңыздар болады. Осы жерде арнайы бағамен жазылып аласыздар. Егер УЗИіңіз болса, УЗИді жіберіңіздер. Егер сізге осы курс керек болса, мен сіздерге жіберетін боламын. Егер өзіңізге сенімді болып, осыдан менен нәтиже болады, мен осыны жасаймын бірме-бір дейтін болсаңыз, онда плюс жіберіп дайректке жазыңыздар маған.